Қарақалпақ халқының қаһармандық дастаны Қобылан. Қарақалпақ халқының тарихы, мәдениеті, тұрмысы һәм дәстүрлері менен жасап келатырған милли мирасларымыздың бірі дастанлар. Оларды халық жырау бақсыларынан жинап һәм жазып алу ісі өткен әсірдің басыларынан басланды. Көпшілік дастанлар қатарында Қобылан дастанының да 8 варианты жазып алынған. Олар Имамқұлы, Есемұрат, Кәрам, Арзымбет, Ережеп, Асқар, Дәулетмұрат жырау вариантлары есапланады. Ұсылар менен бір қатарда профессор Карл Райхл 1981 жылы Қарақалпақстанға келіп, Қарақалпақ жырауы Жұмабай Базаровтың репертуарындағы барлық дастанларды магнит лентасына жазып алады. Солардың ішінде Қобылан дастаны да бар. Қарақалпақ фольклорының ішінде Қобылан дастаны батырлық дастан болып, дерлік көпшілік жырауларымыздың репертуарынан орын алған. Дастан қаһарманларының өмір сүрген мәкаллары біздің республикамыздың тарихи орыларын көз алдымызға келтіреді. Жас әулетті батырлыққа, отансүйушілікке тәрбиялайтұғын бұл дастан өзінің қиян кесті уақиялары менен оқушының бар диққатын билеп алады. Дастан жыраулар тарапынан жырланған уақытта ол және де тартымлы естіледі. Дастан Қарақалпақ фольклорының 100 томлығынан орын алған. Өз алдына кітап халында дерлік ярым әсірде аслам уақыттан кейін баспа сөз жүзін көрмекте. Бұл кітап әрбір бұқараның кітап текшесінен орын алады деп үміт етеміз. Бұл кітапқа қызықсаңыз, Тахетас районы Мәлімнеме кітапхана орайына келіп, пайдаланып оқысаңыз болады.